Қайырлы күн баршаңызға. Мен Серікқали Меңзада, Жайық негізгі орта мектебінің 8 сынып оқушысы. Менің отаныма, менің бастамам республикалық шығармашылық жобалар байқауы, отаным қасиетті туған жерім номинациясы бойынша қатысушымын. Менің жоба тақырыбым ерікті ел тірегі. Мектебіміздің еріктілер ұйымының атауы ізгі ниет. Ұйымдағы оқушылар саны 34, яғни 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып қамтылған. Ізгі ниет еріктілер ұйымының мақсаты: қоғам үшін өз еркімен еңбек ету арқылы жоғары адамгершілік қасиеттерін дамыту, салауатты өмір салтын насихаттауға, адамдарға, қоғамға жақсылық жасауға көмектесу, жасөспірімдердің еңбек етуге деген қызығушылығын дамыту, бос уақытты тиімді ұйымдастыру бойынша белсенді қызметке тарту. Міндеттері: спортпен жүйелі түрде шұғылданып, тән және жан сұлулығын қатар жетілдіруі, рухани адамгершілік және азаматтық патриоттық тәрбие бағытталған шараларды жүзеге асыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, күнделікті өмірдегі нақты мәселе шешудегі белсенділік танытуға тәрбиелеу. Жоба өзектілігі: жасөспірімдерді өз еркімен еңбекқорлыққа, қайырымды болуға бейнелеу, қайырымды іс-шараларға қатыстыру арқылы үлкенге құрмет көрсетуге, көмек мұқтаж жанға демеу болуға бағыттау. Күтілетін нәтиже: оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру бойынша белсенді қызметке тартылады, жасөспірімдер жанашырлыққа, мейірімділікке, қамқорлыққа жасауға дағдыланады, қатыгездіктің алдын алу арқылы бірін-бірі сыйлауға, құрметтеуге үйреніп, жақсылық жасауға дағдылары қалыптасады. Оқушылар арасында жайлылық атмосфера орнайды. Ерікті дегеніміз, яғни өз еркімен ақысыз қызмет көрсетіп, қоғамдық жұмысқа белсенді араласушы адам. Мектебімізде ізгі ниет еріктілер ұйымы экологиялық, қайырымдылық, әлеуметтік бағытта қызмет етеді. Ауылдағы қарияларға көмек, мұқтаж жандарға қол ұшын беріп, отындарын жағарып, қарын ашып, ауласының тазартып жинап береді. Құстарға қамқорлық көрсету, ұя жасау, ағаштарға су қою сынды жұмыстарды өз еркімен жасап, қамқорлық көрсетуде. Сонымен қатар түрлі акциялар мен челлендждер ұйымдастырылып, ауыл тұрғындарын жадынамаларды таратып, үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Жоба аясында іске асырылған шаралар қайырымды және экологиялық бағытта. Біртұтас тәрбие бағдарламасы қамқор жобасы аясында ұйымдастырылған Ақжайық аудандық әлеуметтік қызмет көрсету орталығы тәрбиеленушілеріне өткізілген қайырымды іс шарасы. Дәстүр бойынша жыл сайын осы мекемеге көңілді іс шараларды өткіземіз. Қайырымдылық айлығы аясында бір тәтті сыйла акциясы. Мектебімізде бәріміз осы акцияға бір тәтті әкеліп, осы мекемеге сыйға тартамыз. 1 қазан халықаралық қариялар күні ауылымыздың қариясы, тыл ардагерлері мерекемен құттықтау сәті. Қарияға қол ұшын соз акциясы. Қариялардың үйлеріне барып, шөптерін жұлып, аулаларын тазартып, ағаш жарамыз. 1 наурыз алғыс айту мерекесіне орай ұйымдастырылған алтын жүрек челленджі. Мейірімді жүрек акциясы. Көп балалы аналарды құттықтау, мектебіміздің кіші қызметкерлері мен және ұстаздарды құттықтау. Таза Қазақстан экологиялық жобасы аясында өткізілген іс-шаралар тоқтала кетсек, еріктілер ұжымы табиғатты аялау мақсатында тазарту жұмысын жүргізуде. Жасыл болашақ экологиялық ағаш егу акциясының сәті. Гүлмен бірге өсейік гүл егу акциясы. Біз күн сайын осылай гүл егу акциясын өткізудеміз. Бос уақыттарын тиімді өткізу. Еріктілер ұйымы кішкентай бүлдіршіндерге кітап оқып беруі. Дос болайық жобасы аясында көңілді үзіліс ойындары. Қоңырау кезінде көңілді үзілістердің өтуі. Сонымен қатар салауатты өмір салтын қалыптастыру. Еріктілер ұйымы флешмоб билетуі.
Қорытындылай келе, еріктілер ұйымы осындай бағытта түрлі жұмыстарды ұйымдастыруда. Назарларыңызға рахмет.